Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен духовкада пісетін тауық аяқтарын жасайтын боламыз. Соңына дейін бірге болыңыздар. Енді қосылып жатқан жандар болса, подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий қалдырып, және де поделиться батырмасын басып достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ең алдымен қажетті заттарымызды түгелдеп алатын боламыз. Менде осылай 2 упаковкада тауық аяқтары 8-8-ден 16 штук шықты. Және де осы тауық аяқтарын жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Мен ол сәтін түсірмедім. Және де қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Татымына қарай тұзымызды, майонезімізді, және де сарымсағымызды, паприкамызды салып, өлшеммен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де маринадтау уақыты менде 1 сағат болды. Жақсылап бойына дәмін сіңіру үшін ол уақыт жетеді деп ойлаймын. Bir сағат уақыт өткеннен соң пештің өзінің табасын алып, тауық аяқтарын рет-ретімен қойып шығатын боламыз. Дәл осы мен жасаған әдіспен жасайтын болсаңыздар, балаларыңыз қуанып, қайта жасап беруіңізді сұрайтын болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста және де 45 минут уақытта менде дәл осылай пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Қош сау болыңыздар.